Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге Инстаграмның сіз білмейтін 8 фишкасы жайында бөлісетін боламын. Алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен Инстаграмға кіріп, өзге аккаунт туралы ақпаратты қалай аламыз. Сол аккаунтқа кіресіздер, жоғарыда 3 точканы басып, информация об аккаунте дегенді басып кіресіздер. Сол жерде ол аккаунт қашан тіркелген, қайда, сонымен қатар осы уақытқа дейін аты өзгерген ба, өзгермеген ба, активный объявление, яғни таргетке қандай баннер шығарды, соны көре аласыздар. Егер сіз таргетолог болсаңыз, өзіңіздің конкуренттеріңізді зерттеп, солардың баннерлерін көріп, идея алып, соған қарап жасауыңызға да болады. Мына жігіт историяға 2 түрлі баннер шығарған өзінің сату саласына. Сізде осыған қарап жасауыңызға болады. Бұл біздің бірінші фишкамыз. Келесі екінші фишка, өзге аккаунттың ссылкасын қалай аламыз. Сол аккаунтқа кіресіздер, жоғарыда 3 точканы басып, копировать URL профиль дегенді басасыздар. Копировать еткен соң қайда жібересіз? Мысалы, мен Телеграмға жібергім келеді, сол жерге барып вставить етіп жібереміз. Сол ссылканы басқан кезде бірден Инстаграмға өтіп кететін болады. Бұл біздің екінші фишкамыз. Келесі үшінші фишка. Үшінші фишка, мысалы, сізде көп аккаунттар бар, осын каждыйына төбеден кіріп жүрмей, төмендегі домалақ өзіңіздің суретіңіз үстін 2 рет бассаңыз, келесі аккаунтыңызға өтеді. Тағы 2 рет бассаңыз, тағы да келесі аккаунтыңызға ауысасыз. Келесі 4-ші фишкамыз, мысалы, кез келген комментарийді ең жоғарыға қалай қоямыз. Ол үшін сол комментарийдің үстін басып тұрасыздар да, жоғарыдағы прикрепить дегенді басасыздар. Сол кезде комментарий жоғары шығады. Қайтадан төмен түсіру үшін соның үстін қайтадан басып тұрасыздар. Открепить жасайсыздар. Сол кезде қайтадан орнына түсетін болады. Келесі фишкамыз. Ол комментарийге байланысты. Настройкаға кіресіздер, конфиденциальность дегенге кіріп, комментарийді басасыздар. Және комментарий сізге кім жазғанын қалайсыздар. Мысалы, барлық сіздің оқырмандарыңыз, немесе сізге жазылған оқырмандар, әлде сіз жазылған оқырмандар. Соның қасына птичка қойып, сохранить етесіздер. Мен, мысалы, барлық адам жазған қалаймын, сол үшін все дегенді басып қоямын. Келесі, мысалы, көп жағдайда прямой эфир біреу кірсе, сізге смс болып келіп мазаңыз алады. Оны өшіру үшін настройка, уведомление, соның ішінде прямой эфир и видео дегенді басып өшіріп қойсыздар. Қазір мен қостым, енді өшіремін. Енді өзіңіздің қалауыңызға қарай. Келесі біздің фишкамыз, мысалы, өзіңіздің аккаунтыңызда бір суретті сіз өшіруіңіз керек, бірақ оны мүлдем өшіріңіз келмесе, жоғарыда 3 точканы басып, архивировать етсеңіздер, архивқа сақталады. Яғни, өзге адамдарға көрінбейді, бірақ архивта сақталып тұрады. Мысалы, архив, соның ішінде архив публикация дегенді кірсеңіздер, сол жерде сіздің публикацияларыңыз сақталып тұрады. Кейін оны басқаларға көрсеткіңіз келсе, қайтадан соған кіресіздер, жоғарыда 3 точканы басып, показать профиль деп бассаңыздар, қайтадан профильді көрсетілетін болады. Келесі фишкамыз статистика, яғни кез келген постыңыздың астында статистика деген тұрады, соны бассаңыздар, қанша адам лайк басты, қанша адам сізге тіркелді, хэштегпен, интересныйдан қанша адам келді, барлығын осы жерден көре аласыздар. Келесі біздің фишкамыз, мысалы, кез келген сурет постты сохранить етіп, оны қайдан көреміз. Настройка деген жерде сохранить болады, соның ішіне кіріп, сол жерден көре аласыздар. Яғни шеттегі флажок арқылы сохранить етесіздер. Яғни өзіңізге керекті ақпараттарды сақтап қойсаңыздар болады. Тағы да бір фишкамыз бұл архив публикация, яғни өзіңіздің историяңызды, постыңызды, немесе прямой эфиріңізді
архивға сақтап қойсаңыз болады, оны тек өзіңіз ғана көресіз. Мен сіздермен бөліскен 8 фишка осы, өзіңіздің игілігіңізге пайдаланыңыз. Егер ақпараттарым сізге пайдалы болған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыз. Сіздермен болған Айдана. Рахмет.